Барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін осындай сақинаны жасауды үйрететін боламын. Ол үшін 2-ақ түсті бисер керек болады. Бірақ сіздер бір түсте бисер алсаңыздар болады. Мен осы 2 түсті бисерді аламын, қара мен ақ. Және де мен осыншама лесканы аламын. Бұл 30 см леска. Сосын сіздер осы лесканы өстіп мен сияқты ұстау керексіздер. Сосын мен бірінші қарадан бастаймын деп шештім. Қарадан 2 дана бисер аламыз. Сосын біз 2 дана қара бисерді салғаннан соң бостой тұрған лесканың соңын сол 2 қара бисердің ішіне кіргіземіз. Сонда бізде осындай болып шығады. Сонда бізде осындай болып шығады. Сосын бұл менде әдемі болып шығу үшін мен ақ түсті аламын. Ақ түстен тоже 2 бисер саламын. Сосын пустой лесканың 2 бисердің ішіне кіргіземін. Сосын біз өзіміздің қолымыздың размеріне сыйғанша дейін соңына дейін істей беретін боламыз. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сосын менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмас үшін колокольчик басуларыңызды сұраймын. Енді біздің сақинамыздың 2 жағын қосу үшін, біріктіру үшін лесканың басын ең бірінші салған бисердің ішіне кіргіземіз, 2 жақтан кіргіземіз. Сосын біз оны минимум 3 рет байлау керекпіз. Байлай алмасаңыздар зажигалкамен жандыруға болады кончиктарын. Міне мен 3 рет байладым, сосын зажигалкамен кішкене жандырдым отпен. Сонда бізде осындай өте әдемі ерекше тоқудан сондай сақина шығады. Сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмас үшін колокольчикті басып, подписаться етіп кетулеріңізді сұраймын. Менің видеомның ең соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.